2019 жылдың 10-12 қаңтары аралығында Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқытушылар арасында денсаулық 2019 атты спартакиада өтті. Аталған жарыс спорттың 7 түрінен өткізілді. Жоғары оқу орнының 400-ден астам білікті ұстазы үстел теннисі, футзал, волейбол, арқан тартыс, шахмат, коньки және шаңғымен сырғанаудан бәсекеге түсіп, жеңіске жету жолында барын салды. 3 күнге созылған спартакиаданы өткізудегі басты мақсат жоғары оқу орнында білім алып жатқан студенттерге үлгі көрсету, салауатты өмір салтын насихаттау, денсаулықты нығайту, жастарды спортпен шұғылдануға баулу. Спартакиадаға қатысқан ұстаздардың бәрі дерлік спортқа деген құлшыныстары мен даярлықтарын айқын көрсетіп жатты. Жарыстың соңғы күнінде Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры профессор Балықбаев Такир Оспанұлы сөз сөйлеп, қатысушыларға алғысын білдірді. Жеңгендерімізді құттықтаймын. Жеңе алмағандарыңызды алдағы уақытта жеңістеріңіз алда деп ойлаймын. Ең екіншісі осы олимпиаданың бір үлкен девизі бар. Главное не победа дейді, главное участие. Сондықтан барлықтарыңыздың осы қатысқандарыңыз сол үлкен жеңіс деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызды осы спартакиаданың табысты өтуімен құттықтаймын. Және алдағы уақытта табыстар тілеймін. Рахмет. Оқытушылардың 3-тен 1 қатысқан ауқымды спартакиаданың жабылу салтанатында әр жарыс категориясы бойынша үздік ойыншылар және ең жоғары ұпай жинаған командалар анықталып, мақтау қағаздар және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. 3 күнге созылған спартакиаданың соңы концертке ұласты.